Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз 9-шы сыныптар үшін 3-ші тоқсандағы номер 1-ші, 7-ші, 6-ші, 5-ші, 4-ші топ элементтер және олардың қосылыстары бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын талдайтын боламыз. Бұл бізде бірінші нұсқа. Олай болса, тапсырмаға көшейік. Хлорға қандай химиялық қасиеттер тән, кез келген үшеуін жазыңыз. Бірінші сутекпен реакцияластырайық. H хлор, екінші сумен H хлор және H хлор болып түзіледі. Натрий плюс хлор 2, натрий хлор. Келесі тапсырма түрлендіруді жүзеге асыру үшін қолданылатын реакция теңдеулерін жазыңыз. H2S-тен SO2. H2S қосылған оттегі SO2 және су түзіледі. Теңестіреміз. H2S-дің алдына 2, 3, SO2-ның алдына 2, және судың алдына 2 қоямыз. Келесі SO2-ден натрий 2 SO3 аламыз. Натрий OH, натрий 2 SO3 қосылған H2O. Үшінші натрий 2 SO3-ке қосамыз барий хлор 2, барий SO3, тұнба және 2 натрий хлор. Төртінші барий SO3-тен SO2-ні аламыз температурада. Тұз қышқылын қосайықшы. Плюс 2H хлор, сонда барий хлор 2, SO2, газ және су бөлінеді. Ары қарай SO2-ден SO3 аламыз. Бесінші 2 SO2 қосылған оттегі ванадий 2 O5. Мына жерде 2 SO3 түзіледі. Былай жалғастыра берейін. Алтыншы SO3-ке суды қосып күкірт қышқылын аламыз. H2SO4. Жетінші H2SO4-ке қосамыз қорғасын нитратын. Сонда плюмбум SO4, тұнба HNO3. Алдында екісімен түзіледі. Келесі тапсырма күкірт сутек 27 грамм хлорид ерітіндісінде өтті, шығымы 84% болса. Реакция теңдеуін жазып алайық. Купрум хлор 2, H2S, купрум S, тұнба 2H хлор. Енді молярлық массасын есептейік. Купрум хлор 2 63,5 қосылған 71, 135. Грамм моль. Енді осы жерде айта кетейін, мысты 64 деп біз жуық шамамен алсақ, көп облыс 63,5 деп есептейді екен. Енді өздеріңіз жуық шамамен аласыздар. 64
қосу 71 135 грамм бөлінген моль болады. Енді зат мөлшері купрум хлоригі тең масса бөлінген малярлық масса. Массамыз біздің 27 граммды 135 грамм мольге бөлеміз. Грамм мен грамм қысқарады. Сол кезде 0,2 моль түзіледі. Ары қарай малярлық масса купрум S-міз 64 қосу 32 96 грамм моль. Масса купрум S тең 0,2 мольді көбейтеміз 96 грамм мольге. Моль мен моль қысқарады. 19,2 грамм шығады. Енді бізде шығым бар. Ары қарай масса купрум S тең 19,2-ні көбейтеміз шығымға 0,84-ке, сонда шығады бізде 16,128 грамм. Ары қарай нитрит, нитрат, нитрит берілген екен бізде. Натрий нитритінің формуласын жазамыз. Натрий NO2, нитраты натрий NO3, нитрит натрий 3N, магний NO2 екеселенген, магний NO3 екеселенген, магний 3N2, алюминий NO3 үшеселенген, алюминий, кешіріңіздер, мына жерде NO2 үшеселенген, мына жерде NO3 үшеселенген, жерде алюминий N. Қалайы станну NO2 екеселенген, станну NO2 NO3 екеселенген, станну 3N2. Ары қарай сұйытылған азот қышқылы мырышпен әрекеттесуін жазамыз. Мырышты сұйытылған азот қышқылымен әрекеттестіреміз. Сол кезде бізде цинк NO3 екеселенген, 2N2O газ және су түзіледі. Енді тотығу дәрежесін жазайық. 0-ден плюс 2-ге дейін азот, мына жерде плюс 5 плюс 1-ге дейін өзгерді. Мырыш 0-ден 2 электронды беріп, цинк плюс 2-ге дейін өзгерді. Азот плюс 5-ден, азот, мына жерде 2, себебі N2 түзілді, плюс 1-ге дейін, мына жерде 2. Да 8 электрон қосылады. 2-де 8 қысқарады, 1-де 4. 4-де 1 орнына ауыстырамыз. Енді 4-ті H3O-ның алдына қой дейді. Так, мына жаққа қоямыз. Келесі мырыштың алдына 4 қойылады. Мына жерге 10. Мына жерге болмайды. Так, судың алдына 5 қоямыз. Келесі тапсырма. Нитраттардың ыдырау реакцияларын жазыңыз. Бірінші кальций нитратын. Асы кальций NO3 екеселенген, температурада
кальций нитриді NO2 еселенген 2 және O2 газы. Енді темір нитраты 4 феррум NO3 еселенген температурада феррум NO2. Так, бұл жерде оксиді түзіледі екен. Феррум 2 феррум 2 O3 қосылған 12 NO2 плюс 3 O2. Келесі снап траргерум NO3 еселенген снап NO2 газы және оттек газы. Так, мына жерде. Келесі сурет, фотосуретке қараңыз, сұраққа жауап беріңіз дедік. Яғни, мына жерде барлық суретті, оның формуласын, кристалдық торының түрін жазыңыз. Кристалл торының түрін кремний диоксид, кремний карбидінің химиялық байланысының түрін сипаттады. Кремний атомдық кристалл торы байланысы ковалентті полюссіз. Кремний диоксиді атомдық ковалентті полюсті, карбид атомдық ковалентті полюсті.